Қайырлы күн. Ұлттық тағамымыз бешбармақ. Ет жемейтін қазақ жоқ, соғым соймайтын қазақ жоқ. Етімізді жуып, отқа 2 сағатқа қойып пісіреміз. Қайнағанда бетіне шыққан көбігін әдемілеп сүзіп аламыз. Дайын қамырымызды тоңазытқан шығарып қойып қоямыз. Бұны жекемнен көрсеңіздер болады каналымнан. Көбігі тағы шықты. Шыққан көбігін алып отырамыз өстіп. Асықпай сүзіп, дәмін көріп, тұзын татып көресіздер. Ол уақытқа дейін сәбізімізді, картофымызды жақсылап тазалап, пісіп қалған етке салып қоямыз. Піскенше күтеміз. Ол уақытқа дейін салмамызды, сәйімізді турап, бір пияз және қызыл бұрышымызды ерекше қайталанбас дәм беретін бұрышты жақсылап турап, сорпамыздың бетіндегі майлысын құйып, отқа қоямыз. Ал жаймамыз жұмсарды ашып, жақсылап бөліктерге бөліп, етімізді сүзіп алып, жаймамызды сорпамызға салып, бұрқ еткізіп алсақ жеткілікті. Міне, сорпамыз қайнайын деді. Сүзіп алып, ет табағымызды дайындап, сүзіп аламыз. Сорпасын қалғаны ал етімізді турағанша нанымызды жақсылап сорпадан сүзіп алып, міне керемет езілмей тоңаздан шыққан нанымыз қазір жайған нандай болып тұр. Жұмыс істейтін аруларымыз үшін өте ыңғайлы. Дайын жайма. Арнамнан тағы бір көріп кетіңіздер, рецептімен бөліскенмін. Міне өстіп жаймамызды сүзіп алдық. Енді бағанағы сәйімізді бұрышпен пияз араласқан жақсылап бетіне құйып, туралған етімізді бетіне салып, тамаққа отырасыздар. Бала-шағаларыңызбен, достарыңызбен, ата-аналарыңызбен. Міне тағамның ең тәттісі қазы. Астарыңыз дәмді болсын. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Көп рахмет.